Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Данчо. Бүгінгі видеоға қош келді. Бүгін достар тағы да бірдеңе ашатын боламыз. Яғни айтқанда қазір алмаздарымызды чуть-чуть құртатын боламыз. Так, короче, бізде обновлениеда жаңа событиялар шықты. Яқта қазір событияға кіреміз и потом қазір біз түсіретін затымызды табайық. Опа, нам мне выгодная накрутка, новым патче дейді. Успеть взять набор дейді. Короче, менде осындай не бар екен, тоқма бар екен. И мынандай спортивный не бар екен, ветровка бар екен. Короче, осы екеуін біреуін түсіріп көретін боламыз. Жалпы 90% түсе еме екен. Қазір көретін боламыз. 29 наурызға дейін барады екен. Қазір мен 23 наурызға түсіріп тұрмыз. Сонда 5-6 күнде бар екен. Қазір соны түсіріп көретін боламыз. Так, менде қазір осындай алмаз бар, 1600 алмаз бар. Енді білмеймін, мен түсіре аламыз. Негізі түсіреміз осы өткені жетіп тұр негізінде. Қазір енді бугетный накруткаға кірейік. Так, короче, бізде мынандай шығып тұр. 55%, 60, 80, 75, 90 дейді. Так, короче, білмей тұрмын достар. Шын айтсам 90% түссе, қанша болады екен? 99 бола ма? Или 100 бола ма? Қазір көретін боламыз. Мына жерде осындайлар бар екен. 999 деп тұр мына набор. Киімі жосқа екен. Полный набор екен. Мына шашы да бар. Мынандай несі бар, аяқ киім бар. Аяқ киім онша емес, пұты да онша емес. Бірақ мына киімі деген дерске екен. Нормальный. Екіншісінікі достар, мына пұты деген нормально. Қараңдаршы, мынау киімі жосқа екен. Пұтымен киіп алсаң, мына шашы енді басқа шашы қондыра саламыз. Мына шамға чуть-чуть дірет қылып жүрген, қалыңдатып. Короче, сүрге болады. Және де басқа да наборларды көрейік. Мынандай береді екен. Бұл не, лутбокс что ли, да? Тақта осындай. Так, бұлар білмеймін достар. Эволюцияның нелер ау деймін, заттар ау деймін, дамытатын. Яқта негіз өтетін бар екен, комната береді екен, купондар береді екен 1 штук, шама 2 штук қылса болады ғой. Мына жерде балеринаның мынандай эмоциясы бар, менде жоқ достар, қараңдаршы. Так, бұны түсіруге болатын шығар енді, если 90% немесе 80% түссе, мен осы эмоцияны түсіріп алатын болдым. Яқта да мынандай не бар екен, стенка бар екен. Что за стенка мынау? Стена potential дей ма? Короче, білмеймін, яқта да осында наборлар бар екен, түсіріп алған. Енді көп сызбай, енді қазір дейміз да, процентті айналдыратын боламыз. Неше қанша процент түседі екен. Если 80, 90, 85, 80, 90 сондай түссе, міндетті түрде екеуін түсіріп алып дедім. Так, енді ал көрейік. Ал, бисмилля. Опа, так, бастым. Так, ойланайық. Ема, достар. 55% беріп тұр, достар. 55 қате емес па, достар? Ема, ең төмен береді о, достар. Ема, көтім ауыр десек, маған айтылған сөз ғой, көтің ауыр деген сөз ше. Ема, мен ойламадым. 2 жыл вообще донат еткен жоқпын. И потом осындай наборларға 55% түсіріп тұр, достар. Так, короче, 55% болса, мен қазір примерно бір затты алып көретін боламын. Так, просто заттан басып көріп, сонда мен біреу алсам, сонда нешеу. Каждая скидка поменяется только бір покупку дейді. Так, мен достар, ойланып көрейінші. Каждая осындай скидка примерно только на бір покупку. Бір зат алсаң, сонда несеге болады. Скидка аусама. Қазір мен сонда біреуін алып көрейін. Так, открыть. Все, я. Окей. Біреуін алып көрдім, сосын қайттан процентті айналдыруға болады екен. Оппана, болды. Мен жаңа бір лутбокс алдым, на M60-тың. Енді екіншісін көрейік, достар. Екіншісінде енді, достар, 55 немесе 60% түспес екен. Ой, бұл достар, 65%. Ебать. Ема. 65% түсті, достар. Так. Мен 65%-ке мен түсінбейтін, достар. Мен қалай 70% түссе, мен аны сразу алатын едім, достар. Так, мақыл на жеріне ала салайық. Мына жерде мен на лутбокс. Так, мынаны алып көрейін, достар, я. Мынаны алып көрейін, өйткені білмейтін, достар, алып көрсем болам екен, Давайте алып көре салайын. Так, поздравляем. И потом алдық, достар. Ақыры осы наборды алдық. Өте керемет. Енді біз окей деймізде. Не открыть етпей қойық. И достар, енді наборды алдық. Енді екінші наборды да алуға болады. Бірақ та қазір көрейік, достар, я.
тағы да маған 80-85% түсіп кетсе міндетті түрде осы наборды алатын боламын. Так, енді көрейік. Ал үшінші попытка қанша процент түседі екен? Так, 70%. Ё-майо, 70% түсіп кетті достар. Так, мақұл, онда мен наборды алмаймын. Ақыры бірақ наборды алдым достар. Осы күртешені алдым, осы наборлармен бірге. Короче, бұны алмай қоямын достар. Типа мынандай несі онша емес. Сондықтан достар, мен мына жерде обновление басам да. И так, мынақта стенка бар екен. Так, стенка онша емес. Маған андай эмоция керек достар. Эмоцияны ала салайын. Так, эмоция. Опана, эмоция бар екен. Эмоцияны ала саламыз. 89 алмазға. Опана деп ала салайық. Окей, болды. Так, короче, енді тағы да попытка жаса деп тұр. Если маған қазір 85 или 90% түссе, міндетті түрде мына наборды алып қалам. Ал 80, 75, 60% түссе, онда өкінішке орай достар алмайтын болам. Так, подарканы басамыз. Енді соңғы попытка, ол қандай попытка болады? Әрине, міне 60% түсті. Базар жоқ. Короче, өтенім ауыр достар, алмайтын болдым. Короче, енді мен қазір складқа кіремін де эмоцияға келіп, мен қазір өзіме ұнамайтын онша емес наны алып басам да, мен қазір балеринаны қойып қоятын болам. И қалай болады? Так, қақта. О, әдемі болды, мен үшін нормально осы эмоция. Енді складқа кіріп, жаңағы наборымды ашамын. Қақта мен наборым, что там? Мына жақта екен наборым. Так, открыть. И потом орнатамыз. Так, қалай болады екен? Дерзкі ма, достар, қараңызшы, дерзкі ма. Қазір енді шашымен, шашын достап болайық. Так, шашы қалай болады екен? Так, шашы нормально ма? Так, шашын әдемі сияқты, достар. Енді аяқ киімге, достар, қазір аяқ киімге мен қазір өзгертемін. Тәпішке болмайды. Менде қазір қандай нормальный заттар бар екен? Аяқ киімдердің қандай бар екен, достар, көрейік. Онша емес, тоже онша емес. Так, кейде қоя салсам онша емес па? Қазір көрейінші жерден. Так, короче, осы нормальный сияқты. Әдемі ма, достар? Или шашын өзгерте салайын. Так, шашын қаяқта шашы? Қандай шашы орнатсам болады? Мына шаш нормальный ма? Жоқ, онша емес сияқты. Мұношы. Ой. Опа. Әдемі сияқты, достар, қараңдаршы. Әдемі ма, қараңдаршы. Вот, достар. Осы менің неме сетіме баға беріп кетіңіздер. Кейін осы сетпен енді бірнеше рет ойнап, бірнеше рет осымен видео түсіретін боламын. Короче, сіздер де донат етіп қанша процентке түсіріп жатсыздар, комментарий жаза кетіңіздер. Және достар, мен алмаз ойнатып жатқан білесіздер. Давайте алмаз ойнатып жатырмын. Міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ал видео осындай болды. Бүгін осы наборды түсіру мақсат болды. И түсірдік достар, и осындай эмоцияны алдық. Ал видеоны тағанызды көрген көрермендеріме рахмет айтамын. Сіздермен болған мен Данчо. Давайте аман, сау болыңыздар. Пока-пока.